Студенттің сөйлеу дағдысының, мәнерлі оқуның рухани дүниесінің қалыптасуында әңгімені оқып түсіну өте үлкен рөл атқарады. Қазақ тілінде оқытпайтын топтарда әңгіме жанрын оқытудың қиыншылықтарын ескере келе, оңтайлы жолын жүзеге асыру үшін жаңа оқу форматындағы әдіс-тәсілдерді қолдана отырып, тілдік дағдыларды қалыптастыруда ең алдымен айтылым, тыңдалым, оқылым, жазылым әрекеттеріне баса назар аударылды. Білім алушылар, бүгін біз Бердібек Соқпақбаевтың 16 жасар чемпион атты әңгімесін өтетін боламыз. Батырбай қария мен Олжанның сүткен жесі. Қарт ата-ана үйде ойнасын деп, оны есік алдына шықса болды көтеріп, үйге алып кіріп келеді. Жақсы тыңдалған аудиомәтін бойынша жаңағы алдарында берілген кестені толтырайық. Берілген аудиомәтін бойынша жауабымыз дайын болса, кәне кім тапсырманы орындады, жауабымызды тыңдайық. Мұрат бейнесі. Әсел және денсаулығы нашар бала. Сыртқы бейнесі. Мақсаты ерік жігіт күшті. Ес әрекеті. Лагерден кейін Мұрат күнде таңертең жүгіріп жаттығу жасай бастады. Қызығушылығы. Кәсіпқой спорт чемпионы болу керек еді. Білім алушылар, келесі бізде фигура толтыру әдісі деп аталады. Жаңағы біз оқыған 16 жасар чемпион әңгімесі бойынша берілген алдарында мәтін бар оқулықта. Сол мәтінді оқып аударып, және осы кестені толтыратын боламыз. Дайын болсақ, тапсырманы орындасақ, бірінші дерек жинау. Қай топта? Кәне кім жауап береді? Карина жауап бере ғой. Шығармадан кейіпкер бейнесін ашатын деректер жинау. Мұрат лагерден кейін есейіп спортпен айналыса. Қарай келесі, екінші бізде пікір тұр. Кейіпкер туралы өзінің ой пікірі. Кім білдіреді ой пікірін? Кейіпкер туралы өзінің ой пікірі. Кейіпкер өте еңбекқор, шын мақсат қоя біледі. Білім алушылар, келесі бізде Жүсіпбек Аймауытовтың әнші әңгімесін жаңағы оқыған болатығымыз. Осы әңгіме бойынша тұлғаны таны әдісі арқылы жаңағы тапсырмаларды оқып жатырмыз. Жазушының басқада қандай қасиеттері болған? Жауабы: жазушының басқа актерлік мен домбыра және ән айту қасиеттері болған.